Дүкенбай Досжан. Қымыз. Әңгіме. Ағаң шақырып жатыр деген дауыстан төргі бөлмеге ентелей ендім. Босағада ұшыраса кеткен жеңешемнің жанарынан жас көрдім. Тұла бойым дір ете түсті. Әлі жылауға жетпеген, әйтеуір бір үзіліп түсуге тиіс, төгілуге тиіс жалғыз тамшы ғана жас. Бөлменің іші алакөлеңке, қоңыр салқын екен. Қос терезе кең ашылған. Жібекшілдер сырттағы шілденің керімсалымен шыбын шіркейіне көлегей боп, әрәдік лықылдай соққан лептен көлең ете түседі. Төрде тақтай еденге көсілте салған ақ төсек. Үстінде арыстай созылған ағам жатыр. Кереуеттің шиқылынан миым ашып кетті деп төсекті жерге салғызған. Елудің үстіне енді ғана шыққан палуан денесі көрер көзге кішірейіп кеткендей. Бас жағындағы үлкен керсенде базардан алып келген құнан қымыз шүпілдеп тұр, тағы да татып алмапты. Ішпесе де өстіп басында тұрады. Жұпар иісі танауымды кернеп кетті. Осы қышқылтым нәрден қайранаға кер даланың, оның төсіндегі көкпардың дүрсілі басылған жастығының қасиетін қайта сезінеді екен ғой. Сезіп жатып марқаяды екен ғой, енді білдім. Ағаны дімкі салғалы жылдан асты. Кешегі ұлы отан соғысының өртіне күйіп шыққан, сосынғы сыр бойының көп бейнетіне белшеден батып шыққан томардай денесі әуелде дертке сыр бермеді. Жапанда 100 жасаған қарағаш болмаушы еді. Өзегіне құрт түссе де, ондаған жылға өңін бермей өмір үшін күресетін. Көктем сайын шыбығына нәр жіберіп айбарлана шулайтын. Өзегін зәлім құрт кеміріп, кеуектеп біткенше бір жара беретін. Ақыры күллі денесі боргемік боп шіргенде барып күресін тоқтатушы еді. Ірбұтағы сояу болып қаңқасы ғана қалатын. Сонда да көпке дейін жығылмай, жол қараушыдай қалқиып тұратын. Қазіргі ағамның халі тап сол алып дарақты елестетті. Қайран ердің ажал құрты қай жерінде жүргенін білмеймін. Әйтеуір бойына еніп кезіп жүргені анық. Әуелде ағам жарты жылға дейін ұжым жұмысынан қалған жоқ, күйекті өткізді, малды сырға аударды, тырбанып келесі көктемнің қамына кіріскен. Денеге түскен дертке ырық бермей көп сүйретілді. Жеңешем екеуміз ғана ағаның шын ауырып жүргенін білдік. Қалған жұрт құлағанша сезген жоқ. Қайта жиын тойда отырыста татып алмайсың, сірә молда боларсың, дүние жиып байығалы жүрсің бе? Ұжым бастығынан өсіп райкомға барарсың тегі деп қажап әжуелеп бітетін. Қарағаштай қайыспай жүре берер ме еді? Бәле Қазанбас Әуелбектің тракторшы баласынан басталды. Сол дарақы араққа тойып алып паромға түседі. Тракторын тақтайға қисық қойып дарияға құлайды. Ажалсызға даба жоқ. Тырбанып жүріп өзінен өзі шығыпты. Су жаңа трактор дария астында ұйыққа батып қалыпты. Дәл сол күні аға үйге ренжіп, қабағына кір тұтылып келген. Содан жұмыстың қызығы қалмады түге деп жүрді. Жеңешем пісірген астың дәм тұзы білінбейді деп бір сездірді. Осыдан біраз бұрын ғана балға теңейтін тәтті шай, қышқыл тұшпара, үлпілді қазы қалай ғана өзгеріп кеткенін білмедік. Сосын асқа зауқым шаппайды деді. Сосын ас өтуі қиындап жүр деді. Міне 2 айдың жүзі. Сар жамбас болып төсекте жатыр. Далабай қарағым, деді аға. Зерліп қасына тақадым. Қолы тарамыстанып кетіпті. Тамырының соққаны әзер білінеді. Көзіне көзім түсіп кетіп еді, шын қуандым. Жанары нұрға толып жайнап жатыр екен. Беті бері қараған білем деп ішімнен лүпілдей қуандым. Құланшының басында отырған ақ тәтеңнің қолынан бір торсық қымыз әкелші. Үнінен әлсіз діріл сезілді. Ол діріл үміттікі ме, әлде қашан ұмытылған сағыныштікі ме? Әйтеуір жүрегімді қозғап кетті. Ағаның бас жағында керсен толы қымыз тұрып, қияндағы Қаратау ішінен осы орталықтан күншілік жердегі жылқышы ауылдың қымызын сұратқанына қайран қалдым.
Қала қымызы мен дала қымызының айырмасы мол әрине. Қаланыкі тықыр қу келеді. Сүтті сауғаннан бастап ашытып, үйдегі таратып сатқанға дейін ылғи қаңылтыр шыны қалай ыдысқа құяды ғой. Сол пәлекеттерден деп ойлаймын. Әлгі сөзден көңілге демеу кірді. Аңсап жатқан сусынын әкеліп берсем, құлан таза сауғып кететіндей көрінді. Жедел тысқа беттедім. Ауызғы үйде жеңешем көк шай суытып отыр екен. Жәудір ете қалды. Көзінде манағы жалғыз тамшы жас. Таудағы ақ тәтемнің қолынан ағама қымыз әкеліп берем дедім. Жеңешем айтарға сөз таппай толқып кетті білем. Аздан соң томпаңдаған қарағым-ай деп күрсінді. Кең аулада көк жоңышқаны бырт-бырт үзіп жүрген ақтаңгерді жетелеп келдім. Жотасы жұмырланып ойқастап қалыпты. Жануар аяғын билеп басады. Жеңешем сарайдан ер тұрманда келді. Атқа салдым. Киім ауыстырдым. Күнекіндігіне еңкейе берген жолдың шалғайлығы да, таудың қиын асуы да сескендірмеді. Аттанып кеттім. Ақтаңгерді еркін көсілтіп, қолдың санасындай қарадырға сіңген сайын тау лебі қанық сезілді. Демі салқын. Бала кезінде ағама еріп қауындыққа баратын едім. Екі құлақ, үш құлақ болып қылтиып қауын өскіні көрінетін. Ағаның үзесің дегеніне де қарамай, етпеттей түсіп әлгі нәзік құлақша жапырақты иіскейтінмін. Сонда танауымды кәмек қауынның ашық иісі кернеп кететін. Құныға жұтам. Дәл сол әдемі жұпар мұрныма тағы келді. Даланың тынысы осында екен ғой. Ақтаңгер жайлауды сағыныпты. Қайта-қайта пысқырып қойып, тізгінді сүзе аршындатады кеп. Сүрлеу жолдың қиыршығы жүгері қуырғандай батырлайды. Тұяғынан тас ұшқандай болады. Жалының асты шылқылдай бастады. Серпе қайырып, келесі жағына аудардым. Асты дегдісін дедім. Асудың қыр арқасына жеткенде күн батып қас қарайды. Айдың жаңасы тын. Сәлден соң аттың күміс тағасындай болып, сол бүйірден қылтиып көрінді. Көрінгенмен мардымды жарығы жоқ, жол сілтер сүлдесі ғана. Күжірейген асуды белге ұрған қамшыдай сары сүрлеудің сорабымен салып келем. Жылқы сүрінбейді. Талай жортып өткен үйреншікті жолы. Әрәдік аяқ астынан шошына атырылып торғай ұшады. Ақтаңгер дір ете түседі. Алыстан нөсер гүрілі естілді. Жарқылдатып шақпақ жағып жонның үстімен келеді. Тезірек асудан асып үлгермесем, саяқ нөсер жетіп үлгеру керек. Сосын су соқты итше сүмеңдейсің. Қия жартас қаусыра қысып, бұлталаққа басып, шүңейтке құддейді. Ер ат қолдауына лықсыды. Құлаққа судың талып-талып сарыны келеді. Түнгі дыбыс тым алыс. Бұл басын тасқа ұрып ағатын Құланш өзені. Мен сол өзеннің жағасындағы ескі қыстауда туыппын. Келген сайын көзіме ыстық басылады. Тау тынысына саяқ нөсердің иісі қосылып кеудені кернеді. Бұлт күрк-күрк жөтеліп жонынан асып жоғалды. Құтылғаныма қуандым. Әлі есімде осы шырағдан қиясында көкпар шабылды. Онда ағам жылқы фермасында меңгеруші болатын. Есімде қалғаны ауыл балалары көкпаршыларға еліктеп шыбық көкпар шауып жүргенде көршінің қара борбайы жаман мертіккен, үйіне жылап жоғалған. Көкпаршылардан естігенім бұл Ақтаңгердің бап кезекен арқыратып кеп қосылған. Сөйтсе ұрымтал жерден ұратын арамзалар көп кездесіп серкеден айырыла беріпті. Алды жігіттері араққа тойып алған, дәңгәсарлау серке көкпарды қақпақылша қағып, таулықтардан құтылып кететін болады. Жазыққа шықсақ ұстатпайды, шаң қаптырып тастап кетеді. Әзірге діңкесін құртып тырбаңдатып қойған қақпақыл адыр еді. Қайран аға сонда ашынды деседі. Көзіне қан толыпты. Толмаса сөйтеме. Қашыртқыға салған алды жігітінің соңынан сүмеңдеп жетіп, борт еткізіп жұлып алады. Алатта ат басын шүңейтке бұрады. Жұрт шу ете түседі. Мойны үзіліп өледі деседі. Азық ию болып жабыла қуған. Сонда Ақтаңгерді сұмдық шүңейтке тастап жіберген кезде, соңында шұбатылып келе жатқан жігіттер үзіліп қалған. Жүректері лобылып кері айналған. Батып еш қайсы түсе алмаған. Еслаға сорғалаған бүркіттей етекке бірақ жеткен. Өзгелер қия жолымен кібіртіктеп ілесем дегенше аға ұзап кетеді. Сол жолы ақ тәтенің отауына көкпар салыпты.
Ақтәте білектері көгерген көкпаршыларға қарымта қайырып, бата сұрап, ту серкесін шығарып берген екен. Алды жігіттері тауда көкпар шауып жылын үзгенше, қымызға қанып, құдай деп, шалжайып жаталық деп аттан түсіп қонып қалыпты. Түні бойы көкпар қызғы қымыз қызуына қосылыпты деседі. Оқиға есінде қалмас дед, қалатын несі бар? Соғыстан кейінгі жылдары апта сайын, әрі кетсе ай сайын қырғын көкпар шабылатын. Дәл сол көкпардан соң ауыл арасын сөз аралаған, шөп басы қимылдаған. Өсекші әйелдерден естігенім, не білгенің бар, перме бастық Ақтәтемен ашына екен ғой десті. Қайдақын көкімеш, қойында жаңа түскен қуыршақтай келіншегі бар емес пе? Перме бастықты сарғарын әйелге қалай қиясың деді. Естіген құлақта жазық жоқ. Перме бастық соғысқа аттанар алдында мұрты ең тебіндеген бозбала көрінеді ғой. Содан жеңеше олай бұлай болып кетсек не көрдік дейміз, аманат қып алып жүрер бірдеме бер депті. Қайта қалғырай, Ақтәте сонда жылап тұрып, бой тұмарын жігіт мойнына тағып беріпті деседі. Бой тұмардың сырын білесің ғой, сүйген адамына ғана сыйлайды десті. Сай қалай, жұрт сыйлаған азаматты қалай өсекке таңасың десті. Өз басым әңгіменің анық қанығына көз жеткізген емеспін. Жылқышы ауылға таң бозында іліндім. Шағын ауыл әлі ұйқыда көрінді. Өрістегі биелерді қайырып келуге кісі шықпапты. Желі басы бос, шымы түтіліп, қисыңды болып кетіпті. Төрт көз сырттан тоқпан жілікті күрт-күрт кеміріп жатыр екен. Маңқ-маңқ ұрды. Үлкен отаудың шыпты есігі ашылды. Дүбірден оянды білем шал шықты. Бұл Ақтәтенің құдай қосқан қосағы. Жылқы қайырып бие сауғаннан өзге өнері жоқ, арқауы бос, арамдығы бар, қиын кісі. Тізесінің құрысын жазып тұрды да ақтаңгерді қаңтарып жатқан маған тақат. Өзімен өзі боп жілік кеміріп жатқан итке кейді. Ашаршылық басынан кетпегір, иттің баласы. Ойы осы Шиборбайдың жылтыңдап келуінен жаным шошиды. Бұл қазақ жай жүрмейді, біреуге ор қазбаса бас ауырады. Одағасы сау саламатсыз ба, малжандарыңыз аман ба деп құлдырай сәлемдестім. Ондағы ойым қырысқан қабағын жазу, кең дүниені тарылтып тұратын жабайы мінезін жұмсартып еді. Ұсынған қолымды ұстай салды. Бұл да бір ит, бұл бір сөз айтады. Тамағынан жіліншік өткендей қомағай. Орталықта тұрсан ғой, имейіп аштан қатыр едің, иттің баласы. Ойы бұл жай жүрген Шиборбай емес. Еке деп аузыңдағыны қақшып кететін сұмның өзі. Сыпайсын қарай көр. Сақтанбасаң арам қатасың. Ұяласа анау, жұрттың таза төсегін арамдап өсекке таңып, тәңірге жазып өле алмай жатқан. Сауын биелерді қайырып келер мезгіл болған жоқ па отағасы? Ақтаңгерді астыма берші. Қайырып келе қояйын. Өз атым шыбындап қырға шығып кеткен білем деді. Детте ыржия күліп кеп қолымнан тізгінді алды. Бусанып тұрған атты аядым. Аңқылдап тартпасын қатайта бастады. Иттің баласы дейді әлдекімге. Осы мезет үлкен отаудан Ақтәтем шықты. Ақтәте десе Ақтәте ғой. Ақ жаулығы келесті жүзін ашып, жарқ ете түскенде алпысты алқымдаған кейуана кісінің орнында қылықты келіншек тұрғандай сезілді. Сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді деген осы да, таза киінеді, толқып жүреді. Ел жұртының алтын асықтай алақанына салған қадірлі тәтесі ғой бұл. Ақтәте алақан енді шығып келе жатқан күнге қалқайып тұрды да, Ақтаңгерді бірден таныды. Бұл шақта көсілген жануардың үстіне жарбиып үй иесі қонақтап үлгерген. Ақтаңгер ғой мынау, құдай-ау, оқымыстым екен ғой, айналайыным менің, тәтеңді ұмытпапсың тегі. Келіп мені бауырына басты, тамағыма жасты қылды. Ақ жаулығынан сүйдім. Әлгі жарбима Ақтаңгердің үстінде жарбиып отырған. Түс былай, деді түтігіп. Тұлпардың тұяғынан садаға кеткір. Биелерді қайырып келе қояйын десем, айтуын айтса да қобалжыды білем. Жарбима аттан сыпырлап түсе бастады. Шалбарының бауы ердің басына ілініп қалып шешіліп кетті. Енді бүгежіктеп аяғы жерге тиісімен ышқырымен әлек болып та қалды. Ұят деген болсашы сенде. Алыстан келген қонақтың атына жармасқан тентек бала болушы еді. Жылқыны айғырыңмен қайырып кел. Жарбима бүкшеңдеп жылқыға жоғалды. Ақтәте мені отауға бастады. Үйге кіргізді. Төсекті жинап, төргі көрпеше жайып, қолтығыма көпшік тастады. Жайласып деміңді ал деді.
Әр кезде тәтесін іздеп келген қарғам менің деп естіртіп айналып қояды. Түңгілікті ашып, есік түрді. 8 қанат ақ отауға лақ етіп жарық төгілді. Үй үшін енді бағдарладым. 10 қанатта үлкен ақ торғын шымылдық. Шымылдықтың ішінде күміс зерлі ағаш кереует тұр. Атлас тысты әдемі көрпе, көмпиген құс жастықтарды төсек үстіне жиыпты. Одан өзге осы үлкен үйде көзге түсерлік жиһаз жоқ. Дүниесін қыстауға қалтырып, жайлауға жеңілдеп шығатын жылқышылардың әдеті бұл. Үйдің сол қанатында көзге әуелі түсетін қос қабатты биік сөре. Беті ашық. Осы өлкеге әйгілі Ағаділ ұстаның қолынан шыққан бұйым бұл. Ол кісі өзі жасаған дүниені ылғи өрік ағаштың өзегімен әшекейлейді. Сөренің төрт жақтауы піскен қауындай сарғыш түсті қатты ағашпен зерленген. Көзді тартып құбыла жалтырайды. Сөреден төменіректе керегенің басына ілінген қос бірдей саба шермейіп тұр. Бірі тай саба да, келесі құнан саба. Сабалардың сырт жүні құндыздың күзгі түгіндей күреңітіп, жылтырап кетіпті. Ішіндегі қымыз табы өтсе өстеді. Бұл сабаларды Түркістан ұсталары жасаған. Жылқының терісін іреп сойып алып, көлеңкеге кептіреді. Сосын қымыздың бетіне шыққан іркіттен үй жасап, сол үйге салады. Құнан терісі бықыраған үй ішінде апта жарым жатады. Сосын исіңді болған теріні кермеге іліп, қырғышпен қырады, шелін алады, көгіріп таза терінің өзі қалады. Енді мұны сабағып тігеді. Тобылғыны жағып, ащы түтінмен сабаның ішін ыстайды. Ысталған сабаға саумал құйып, ұзақ шайқайды. Сосын саумалын төгіп тастайды. Және ыстайды, және саумалмен шаяды. Қашан ішіне құйған қымыздан тері дәмі кетіп, тобылғы табы қалғанша өстіп алмастыра береді. Бал татитын тәтті қымыз әзірлейтін әдемі саба дүниеге осылайша келеді. Төменіректе торсық, жылқы терісінің мойнынан жасалған қолбала ыдыс. Мұның да әзірлеу әдісі әлгідей. Тек тобылғының түтінмен ыстамайды, терге өрік талдың не ұшқаттың сөлін сіңдіреді. Торсықтың қымызы 2-3 аптаға дейін дәмін сақтайды. Жолаушы жол жүргенде, батыр жорыққа шыққанда торсық қымызын алып шығатын болған. Торсық қымызы арнаулы қонақтарға әдейілеп ашытылады. Дәмі үгітілме, кермек, қанға от қосатын қызулы келеді. Ойлап отырып, сілекейімді жұттым. Күрең торсықтан төменіректе тақтай тек пішектің үстінде әдемі 2 екпе қауақ тұр. Бүйір қып-қызыл. Сырдиқандарының қолдан егіп ұзақ уақыт күнге аударыстырып ұстап, күлге отырғызып пісірген қауағы. Қауақты бұрын көрмеген кісі ыдысты ілкі зергердің қолынан шыққан саз құмыра деп қалуы кәдік. Өйткені қауақ қолдан иіп келтіргендей, бүйірі дөңгелек, мойны жіңішке, қызыл қоңыр әсем дүние. Қақпағы да қауақтан ойып жасалған. Жанында босаға мен қауақ арасында қайыңнан істелген күбі тұр. Піспегінің сабы қылтияды. Ішінде қымыз болмаған. Күбі 2 жерден, жоғары ернеуінен бір, төменгі етегінен бір қайың қабығымен құрсауланған. Қарап отырсаң ағаш жігі білінбейді. Аузына таман бие сүтінің көбігі ағарады. Өңгі ыдыстың сырты мұнтаздай таза, бапкер қолында тұрған мұражай бұйымдары тәрізді. Мұндағы әр ыдыс әйгілі ұстаның қолынан шыққан. Қайталанбас ойуын, ұсталық өнерін осы босағада айқындай түсетін секілді. Ағаңның көңілін сұрап бара алмай-ақ қойдым. Ирек қамшы итшіліктен қол тимей түнде ғана түсіме кірген екен. Ерінді кезеріп, ақ тәте шөлдеп жүрмін дейді. Содан көңілін сұрап қайтуға бекініп тұрған едім. Құлағыңнан күн көрініп сен келе қалдың. Енді өзіңмен илесіп барып қайтам, қарғамау тегі. Көңілі босап отырып қымыз ұсынды. Бір торсық қымыз әкелді, ағам жіберіп еді. Ақ тәте қымыз сапырып отырған ожауын түсіріп алды. Жаулығының ұшымен көзін сүртті. Қырын отырған. Жанарының ұшынан шашырап әжім сызықтары көрінеді. Қартайып қалыптау деп ойладым. Мейірбанды асыл жан көне бүйімдай тозып бітіпті. Баяғы сыңқылдаған күлкісі, аңқылдаған әзілі жоқ. Көне сурет секілді, мұң ғана қалған. Күлкі де, кейіс де, өкпе де, наз да жоқ. Жалғыз мұң ғана қауқиып отырған. Сырттан жарбиманың шаңқылы шықты. Әлдегімдерді сыпыра боқтап жүр.
сирағың сыңғыр, қуаяқ, заразап, қулықтан туған шуың түскір. Оқымысты қарғамау, неге ертерек айтпадың? Құнан қымызды жаңа ғана сабадан флякка қотарып қойып ем. Шөпшілер күн көтерілмей-ақ көріміз кепті, қымыз әкел деп, аспазын салдыратып жібереді де тұрады. Әттеген-ай, Ақтәте қинала ойланып қалды. Әттеген-ай, айдың жаңасында жайылған биенің қымызы қулық, емдік қасиеті аз, сусын ғана. Айдың ортасында жайылған биенің қымызы дәрі. Жылқы ай жарығымен жайылып таңдаған шөбін теріп жейді. Әсіресе ай сәулесімен ашылатын шашыратқы, өңіл деген шөптердің гүлін еткен қасиет десеңші. Айдың аяғында жайылған биенің қымызы арақ қана деп атам айтып отырушы еді. Таңдайды үйірген үгітілме қымызды сіміріп салғанымда шекемнен тер бұрқ ете түсті. Енді аңғардым, қолымдағы алтын жалатқан зерен екен. Жалтырып алақанымда аунап тұр. Маңайына сарғыш нұр түсіреді. Бүйіріне қошқар мүйіз салған ауыр сүйекті мектепке таймен қатынап жүрген бала кезімде орта жолда қазіргі шырағдан адырында Ақтәтенің үйі отырушы еді. Егіншілерге қымыз әзірлейтін. Таңдайым кеуіп өңірейіп кеп отауға түсетінмін. Қымыз сұрауға батылым бармай төменде жаутаңдап отырып қалам. Сонда ойымды қапысыз ұққан қайран тәтем қабақтан қымыз құйып беретін, кесемен ұсынатын. Сол заманда да осы зерен сүреде көз тартып тұратын еді, бірақ қымыз құйылмайтын. Ақтәте қымызды неге зеренмен бермейді екен деп талай ойлағам, сұрауға батылым бармайтын. Жылдар өтті, кісі қартайды, ыдыс көнерді. Ақтәте бүгін сусынын сол зеренмен ұсынып отыр. Бірінші рет алтын жалатқан зерлі зеренмен сусындадым. Сырын сұрағалы оқталғаным сол еді. Сырттан құлын ұстаған жылқышылардың дабырасы шықты. Әсіресе таныс дауыс әкетіп барады. Жамандатқыр, желкең үзілгір. Қырық салы бұғалықта. Қымызға бәрі ғұмар асау ұстауға ешкім табылмайды. Қаталап қалса да таратам, желіні жинайым. Жылқыны жоңға қуам, атаңа нәлетті бері қайыр. Ақтәте, қиналмаңызшы, сіздің қолыңыздан татқан саумалдың өзі дәрі емес пе? Саумал несі қарғамау? Көзім тірі тұрғанда сеттерге саумал ішкізбеспін. Қымыздың сертін білмейді екенсің қой. Саумал қымызды жақтырмаған адамына береді. Оны ішкен кісі түзге шыққыш келетте, байыз тауып отыра алмай, жөніне жоғалады. Құнан қымызды сырласар қонағына құяды. Оны әуелі мәслихаттың кеніші деседі. Ғашықтар мен ақындарға дөнен қымызды құйған, көңілге желік бітіріп, көкөйге құрт түсіретін қасиеті бар ғой. Сусынның сосынғы төресі бесті қымыз. Қу қымызды жауға шабар батырлар мен бәтуаға жүрер елшілер ішеді. У қымызды қазақ кезбе, бақсы, бәдік, саудагер жандарға беретін болған. Әр қымыздың атына сай мінез болады. Соған орай жол жоралғы жасалады. Оны білмесек сүткіл ірітіп, қымыз ашыттық деп жарықтықтың аруағын қорлап неміз бар. Әлгі сөзімнен қатты қысылдым. Ағат сөйлеп, Ақтәтенің жалпақ ел қадірлеген өнеріне, біліміне көлеңке түсіргендей болдым. Ақтәтем қымыз ашытуды өнерге санайтын. Тағы құяйын ба қарғам? Сұрауын сұраса да қолымдағы зеренге қымыз құйған жоқ. Жай ғана сыпайыгершілік еді бұл. Алақаныммен зереннің бетін жаптым. Ақтәтем артық құймайды. Жақсы қымыздың дәмін алып тамырға таратып ішсін дегені, бас көз жоқ сіміртпейді. Әсіресе мынандай қадірлі ыдысқа құйып берген кезде қомағайлық жасап үстеме құйғызбадым. Зерен түбіндегі ұрттам ақты шайқап, ыдысын қызықтап, ойланып отырып қалдым. Ақтәте жүзіме зер сала ұзақ қарады. Бетіне бозаң нұр жүгірді. Жаулығын түзеп, бір тізерлеп орнынан көтерілді. Әлгінің дауысы ауылды көшіріп барады ғой. Көршімізде жаңа түскен келіншек бар еді. Содан ұят болды ау. Үйде қонақ бар демейді, құтырып кетеді. Қартайса да қалыпқа келе алмай қойды. Мен барайын деп тысқа беттеді. Жарбиманың дауысы саппа басылды. Сөренің ішінде жиде ағаштан шапқан тау сағыздай сары зерен тұр. Ағаштың діңін қуалап ойып алыпты. Жарықтықтың бунақ буыны бәз қалпынша сақталған. Бояусыз-ақ бунағы білініп, өңі ашылып, жалтырай түседі. Ұстаның діңді қуалай оюына қарағанда ағаш жазда қиылған. Бойында сөлі бар кезде шабылған.
Әйтпесе зирен жұқарған мезетте түбі тесіліп кетері хақты. Жазғы тал күн секілді созылмалы келеді. Ұста қиялын табиғи бояумен, қаттылығымен, жеңілдігімен байтып тұр. Бұл да Ағаділ ұстаның көзі. Зергердің көзі жоқ болса да қолынан шыққан өнері өлмепті. Атақты зергер ұсталар қартайған шағында таңға жайып бұйым жасап қимас кісілеріне сыйлаушы еді. Көзімдей көріп жүр дейтін. Суреттеуге тіл жетпейтін қазымыр өнерін ел ішіне қалдыратын, тарататын. Сөйтсем сол кісілердің өмірден кеткісі келмеген екен ғой. Өлмейтіндер ғана артына өлмес өнер қалдырады. Ақылып үхілеп үйге жар бейма кірді. Салдыр еткізіп қауақтан қымыз сімірді. Даңғыр еткізіп шелекті бір тепті. Отыра кетіп, аяғындағы етігін шешті. Есік жаққа дүрсілдетіп атып жіберді. Төсек іргесіне жантая кетті. «Иә, баба», деді. Сөзі шаншудай қадалды. «Алдыйда не жаңалық бар?» «Ештеңе жоқ». «Қой шей, өздерің қазит оқып, кино көресіңдер, сөйтіп ештеңе жоқ дейсіңдер. Мына біз ғой тас керең, көр соқыр. Ана жылғы Гитлер сықылды, бір бұзақ сап етіп, Қаратауды арқасын сап әкетіп бара жатса да білмей жата береміз сірә. Сіздерге де газет әкеліп тұратын шығар. Иә, аудандық қазиттен өңгесін түсінбейміз тегі. Апырмай, ұмытып барады екен ғой. Өзіңдей бір қазитшіден сұрап алғалы жүреді ме? Осы өкімет күніге пәленбай қазит шығарады. Ертеден қара кешке радиосы сарнайтта тұрады, соған сөзді қайдан таба береді түге? Сөз түгесілмейді ме шіркіннің, айтшы? Түгесілмейді. Менің жауабыма қанағаттанбады, білем, аңырып аларып жатты да қорылдап ұйықтап кетті. Сырттан ақ тәтем кірді. Бұл кезде мен алдымдағы қымыз дастарханды жиып, зеренді сүртіп, өз орнына қойып үлгерген едім. Көрді де күліп жіберді. Қолына шелекті алды. Бие сауғалы бара жатқанын білдім, көргім келді. Сыртқа ілесіп шықтым. Ақтангерді көрші жігіт отқа жіберіпті. Ас пісіретін қараша үй жақтан қызыл орамалды келіншек болтылдап көрінеді. Ақтәте әуелі шелекті әбден ысқылап жуды. Таза дысты соншама жуғанына таң қалдым. Сосын суын сарқып күнге қаратып жатқызып қойды. Әбден кептіріп алмақшы. Сүтке жалғыз тамшы су қосылса, қымыз қасиетінен айырылғаны. Бие құрғақ ыдысқа сауылады деді. Ақтәте биелерді теріп сауды. Байқайым кәрітіс биелерді тастап кетіп барады. Жақында ғана желге үйретілген, әлі шабының қытығы кете қоймаған жас биелерге жанасады. Олардың сауы ешкі баққаннан бетер қиын. Елеңдеп бір орында тұрмайды, шелекті тебет, құлына имейді. Басын ұстап көмектесейін деп көрбім, Ақтәте бөгде иістен мүлде құтырады деп жолатпады. Шелекті сол білегіне іліп алып, тамағын лық-лық еткізіп, шабына иіліп, оң қолмен биенің сауырын сипайды, бөксесін қағады. Төмендей келіп жас қулықтың жұмсақ желін ұстайды. Оң тізерлеп, ұшы күлдіреген үрпіні созады. Ақшыл сүт сыздықтап шелекке дыз ете түседі. Биенің қытығы келіп жалт бұрылады. Ақтәте кері тайқиды, тағы тақайды, еркелетеді, өстіп жан тері шығып, көп бейнетке батып жүріп, түске дейін қош шелектей сүтті әрең сауды. Ағама бола өстіп жүргенін сездім. Әйтпесе, көршідегі жылқышы жігітті шақырып, биені тырп еткізбей ұстатып қойып, сауына болмас бет. Неге биенің басып ұстатып саумадыңыз? Қарғамай. Ондай жылқы дірдектеп қорқып тұрады да, сүттің маңызы тамырда қалып қояды. Жақсы қымызға биенің өз еркімен иіп берген сүті бап келеді. Жуас кексе биелерді қалдырып кеткеніңіз қалай? Егде жылқының сүті желінде тұрады. Ал жас биенікі тамырдан жейілады. Әрі қақсалдың сүті тез ашиды да, күші бірден бетіне шығады. Жас биенікі бабына екі түнемелден соң ғана келеді. Әлі қуаты түбінде жатады. Қымыз да жылқының мінезіне байланысты. Жас биенікі кісіні жасартады, дәрі боп сіңеді. Теріп сауып жүргенім содан ғой, деді Ақтәте. Өзен бойынан арбасын салдыратып, шөпшілердің аспазы келді. Үй иесі тай сабаның қымызын қалай фляктерге қотарып қойған екен. Аспаз амандық жоқ, саулық жоқ, арбаңдап арбасына тией бастады. Әлден уақытта шаруасын бітіріп үйге бас сұқты. Тәтем қымыз құйып берді.
Сөренің төменгі жағында тұрған қара тостақпен ұсынды. Аспаздың көзі демде жасаурап, мұрты едірейіп шыға келді. Темекісінің түтінін ширатып көп отырды. Сосын тісім сақырлап бара жатыр деп нан сұрап жеді. Сол күйі омалып қалар ма еді, шал оянды. Көз шатынап, тікенекше қадалды. Асқа келгенде аранын ашып, атауын ішіп отырған қарай көрем мұныңы. Іштеріңде аждаға жатады ғой деймін осы. Үш бірдей тай сабаны кеше ғана әкетіп ең, енді тағы жетіпсің. Қымызбен тал суарасыңдар ма? Әлде өзіңе құйып балық аулаймысыңдар? Айтшы кәне. Басқармаға айтып еңбек күндеріңді қырықтырам. Бәлем, тұра қал, шөпшемес қорқаулар кілең. Аспаз басқармаға айтам дегеннен жаман шошынды. Арбаңдап тұрып арбасын салдыратып жоғалды. Ақтәте торсықтағы қалған қымызды қабаққа құйды. Сосын оқымысты қарға, ағаңа қымызды арнап аштамен деді. Естіріп айтты. Жарбима күңіреніп, жанынан бәкісін алып жер шұқыды. Өзім Ақтәтенің ел айта беретін қымыз жасау құпиясын көргімге бөліп барам. Екі көзім кейуананың қимылы мен қолында. Ақтәте торсықты босатты, әйтсе де тым сарқпады. Адыстағы сарқынды әдемі ашытқы болады. Енді бір тізерлеп оң қолмен торсықтың аузын керіп қойып, сол қолмен шелектегі сүтті сыздықтата құйды. Келесі шелектегінің де түгел қотарды. Ең ғажабы ыдысты шайған жоқ. Көзім жетті, торсықтағы сүтке жалғыз тамшы да су қосылмады. Торсықтың аузын қайыс бауымен байлады. Сосын алдын алып, бесік тербеткендей ақырын шайқап бір ауық отырды. Ыдыстың да сүттің де дыбысы білінбейді. Тіпті торсықты тербете-тербете Ақтәте қалғып кеткендей болды. Әлден уақытта төрдегі текеметтің бұрышын көтерді. Астындағы шөбі сарғая бастапты. Торсықты сол сызға тастады. Сөйтті де үстін текеметпен қайта жапты. Астынан дым тартып, үстінен жылу ұрып, көлеңкеде сарқындымен ашыған қымызға тең келер дәру сусын болмайды деседі. Зады қазақ қымызды 7 түрлі ыдысқа ашытады. Көнек, бұл тайыншаның не ботаның мойын терісінен тігілген, көлемі орташа, сусынын қолмен шайқап ашытатын ыдыс. Қымызы қытымырлау болады. Мұны көбіне бірер биелі диқандар істейді. Сосынғы мес, бұл керуен мен жорық ыдысы, ішінде сүт көліктің жүрісімен шайқалып ашиды. Көбіне жылқының қарын терісінен жасалады. Келесі тосық сосынғы тай саба, құнан саба. Сосынғы қол күбі, қымызға қайын күбі ғана дәм береді. Сосын екпе қабақ. Жетісу қазақтары қымыз ашытуға қарынды жаратады. Кәдімгі қойдың қарыны. Бірақ қарын қымызы көпке шыдамайды, жінігіп кетеді. Ең асыл қымыз қол торсық пен тай сабанқы ғой. Алдымызға гүжілдеп ақ самауырын келді. Дастархан жайылды. Ақтәтеден қымыз құйып беретін ыдыс сырын сұрағалы оқталғаным сол еді. Көрші жігіт кірді. Екі үй көбіне ас суды қосыла ішетін секірді. Әсіресе қонақ келгенде ыдыс аяқтары да, қызмет қарбаласы да бір көрінді. Жігіт келе өзімсініп самауырынды алдына жылжытып шай құюға кірісті. Ақтәте әбдіресін ашты. Ішінен шекер, науат, сықпа, қауынқақ, май, құрт, мейіз алып дастарханға үймелеттай кеп. Әшейінде қатқан қарананға қақалар едік. Басқарманың інісі кеп қарқ қылдың ау деп қағытты Жарбима. Ақтәтенің сандығынан қыздан өзгенің бәрі шығады деп көрші кеңкілдеді. Дастархан үстіндегі таңғажайып тағамдарды сұғынып жей алмадым. Манаға шәрбәт қымыздың дәмі таңдайымнан әлі кетпей тұрған. Қайта-қайта тамсанғым келеді. Жалғыз кесе шайды әрең сораптап жантайтқаным сол еді. Қарғам-ау, осының күллісі өзіңе сақтаған сыбағам еді. Сықпаға бал қосылған, майдың тортасы айырылған, ұнға салып қыстан сақтап жүрген тайдың қақ жамбасын асам өзіңе. Асқа дейін қарның ашып қалады-ау, қолымнан дәм татпағалы қай заман деп Ақтәте ел жүреді. Алғыс айтқалы ауыз ашқаным сол еді. Бұларға ас берме, арақ бер. Сонда ғана рең кіріп, сөз түзеледі. Сақтадым, қақтадым деп отырғаныңды бұл бала қаланың әлгі шұбалған су аққан деп Жарбима сөзінен жаңылып қалды. Көрші жігіт есіне сала қойды. Гәлбасаға айырбастамайды. Оқығандар сол гәлбасаға болмаса жамбасыңа қазы қартаңа пысқырмайды да деп қойып қалды.
Жарбиманың сөзі ақ тәтеме жаман әсер етті. Біреу кеудесінен нұқып қалғандай болды, жүзі сынып сырт айналды. Ақ тәтені мұндай аямаспын. Орнымнан атып тұрып, шал жайып жатқан Жарбиманы тепкілегім келді. Жарбима емес, жалпима жасағым келді. Түсім бұзылып кетті білем. Қарағым-ай, іргедегі торсықты аударып қойшы, деді ақ тәте. Айналып текеметті көтеріп, торсықты аударып жатқыздым. Ақ тәте айтуын айтса да өзі күлді. Дұрыс істемедім бе деп қатты қысылдым. Торсықты ақырын қозғады. Лекіте шайқаған жоқ, піскен жоқ, қозғады да қойды. Сосын ұқыппен қайрағымдады. Бие сауын басталған, шелегін білегіне іліп, шөпшілерді қарғап Жарбима жөнелді. Күресетін балуанша білегін түрініп жылқыш жігіт шықты. Ақ тәте ас қамымен қазанға айналды. Биелер әдетте 4 рет сауылатын. Бұл жолы 3 рет әрең иді. Қарулы жігіттің құрығы астында биелер дірдек қақты. Жарбиманың шелегі даңғырап құлын біткен шошты. Ақырында үсті басының бәрі сауыз-сауыз сүт болып кеткен шалына ақ тәте жарлық жасады. Құлындар буынып өлер, босат, жылқыны қырғайдат деді. Қоңырау үнді бейбақтар бостанды қалып, секектеп енелерінің бауырына тығылды. Күні бойы қатқыл қол созғылап ауыртып тастаған үрпіні үлпілдек тілмен талмады. Бие біткен емірене шұрқырады. Сосын шыбын шіркей аз қырға жөңкіді. Соңдарында құйрық жалы желкілдеп, сираға майысып, құлыншақ құлдырайды. Ақ тәтенің ұнға салып сақтаған сүр жамбасын қолыма алғанда күн батып бара жатқан. Саралау күн қолымдағы жамбасқа соншама құсайды. Тұз сүңген май мен еті қосыла қатып сары мейіз болған, дәмі де, нәрі де бойында қалған асыл мүше. Асыл мүше, сені сақтаған кісінің жүрегінде сағыныш пен ілтипат болмаса, бағаланар ма едің өстіп. Әркімнің көңілінде жүрген қимас сыр, ән, айтылмаған әңгіме, ішілмеген қымыз, бәрі сендей-ақ болар. Бұл жалғанда өзің арнап мүше сақтар, жамбас қақтар жақының болса армансызсың. Сен де біреудің есінде екенсің, көңілінде жүрген көрінесің. Бет алдында еріп батып бара жатқан алау күн бұл өмірдің соншама қысқалығын ұқтырса, қолдағы асыл мүше адам мен адам арасындағы тәттілікті аңғартты. Сол тәттілікке табындым, әрі іштей сүйсіндім. Сүр мен жас ет аралас туралған ақтамақ ас үнсіз желінді. Қою сорпаның бетімен май жүзді. Ақ тәте көрші үйдегі жас келіншекті шақырып алып, сөредегі ыдысты жуғызды. Білегі майысқан ибалы жан екен, кейуананың қол астында орамалша желпілдеді. Әуелі ағаш астауға су ыстып құйды, ыдыстарды салды, сақырлатып шайып шықты. Енді иығына жұмсақ сүлгі асып, ұшымен бір-бірлеп ысқылай бастады. Ақ тәте қымыз құятын ыдыстарды өзі сүртті. Әрәдік үркек немені еркелетеді. Келініме қымыз құюды өзім үйретіп жүрмін дейді. Әлақ шаршы топқа сусын ұсынатын бапкер қол болады дейді. Әр ыдысты қолын алған сайын оның сырын әңгімелейді. Қымыз күткен қазақ ыдысын да сыйлап ұстаған. Әр ыдыстың есі болады. Қымызды кесемен жай кісіге ұсынады. Келім кетім көпшілік ішеді. Мешкейлер мен саудагерлер тостақпен сусындаған. Оларға жұтар мол болса болғаны. Дәмін алып тұшынып жатпайды. Зеренмен асыл достар ішкен. Көремісің жарықтықтың өзі де арудың көзіндей ойнап тұр-ау. Соққан зергеріне, шапқан ұстасына сай зереннің де әр қилысы болады. Қолымдағы ағаділ ұстаның өрік ағаштан ойған алтын көз зерені. Ғашқы жандарға қымызды алтын жалатқан көзеге құйып берген. Қақ күмістен соғылған көземен ақын сері сыпа сал ішкен. Ілгерде ауылға бір сері түсіп, қымыз ішпей жатып алғанда, атам бейшара осы қақ күміс көзені ат шаптырып, сауранын алдырған еді. Батыр мен палуанға қыпша бел құмырамен қымыз ұсынады екен. Ақ тәтенің асыл досы болғаным ғой онда деп ішімнен лүпілдедім. Көнегөз кейуана мен жас келіншек ыдыстарды жуып сүртіп шыққанша көп сырласты. Астан соңғы сергітпе сері қымызды келіншек құйды. Қабақтағы қымызға піспек салып ұзақ толғады. Аударып ағаш табаққа құйды. Дастархан жиегін әкелді. Бір тізерлеп қырын отырды. Жас келін әлгіде ғана сорпа құйған қалайы шөмішті табаққа сала берген еді. Ақ тәте тоқтатты.
ағаштан ойған сырлы ожау ұсынды. Жас келін ожауымен алдындағы ақты 4 мәрте толғап сапырды. Сапыру сыйлайтын кісінің санына байланысты әр кісіге арнаған әдемі ілтипаты. Сол қолына зеренді алды, оң қолмен ожау көтерді. Сусының сылдырын сездірмей ыдыстың шетін ала құйды. Зеренді тым толтырған жоқ. Бір әлідей ернеу қалдырды. Ожауды қайра табақ шетін әлді. Енді зеренді оң қолын алмастырды. Ақ білегін созып қымыз ұсынды. Көз алдымнан буынсыз бишінің өнері өткендей сезілді. Нәзік қолдың әсерлі биін көрдім. Зеренді ұстай бергенде байқағаным ақ білек дір ете түсті. Сыншы көзден қысылып отырғанын білдім. Білектің аса нәзік дір еткенінде әлгі бидің жалғасы секілденді. Қимылына сыр мен наз қосып кетті. Олжыған шәрбәт қымызды тамсана жұттым. Сері десе серақ екен, бірден басқа шауып жүйкені талмаусыратты. Төсекті тысқа салып қойыпты. Көпке дейін көзіле алмадым. Ойдағы өзеннің сарыны біресе алыстап, біресе жақындап, құлаққа жұмсақ әуен құйды. Денем қызды. Маңайға жалбыз әтір жайылды. Түнгі самал бетімді сипап, көрпені түрткілеп, қойныма кіргісі келеді. Қымтана түсем. Бейне бала кезгі қысты күні қойныма алып жататын кішкентай мысығым секілді. Жұп жұмсақ, парылдайды-мау, бетіме сүйкенем-ау. Зеңгір көкте қызыл шоғы жылтылдап самолет ұшып барады. Парылдаған сол екен. Самалы ұйықтатып тастапты. Далабай қарағым, дәл жанымнан ағамның қоңыр дауысын естігендей болдым. Далабай қарағым, атымды атап шақырады. Алыс сапарға аттанып барады ғой деймін. Сезем де қоштасып қалғым келеді. Анық ағамның дауысы. Көзімді ашсам таң құлақ ектеніп қалыпты. Орнынан қалай аршып тұрғанымды білмеймін. Ағамыз жалғыз жұтым қолқымызға зар болып жатқанда менің ұйықтағаным қалай? Өкініштен өзегім өртенді. Егіліп жылағым келді. Ақтәте анандай жерде желі басында соңғы құлынды кермеге тұқыртып байлап жатыр екен. Қасына жетіп бардым. Тәңірім-ау, не болды саған? Жылан шақты ма әлде? Қарақұрт тиді ме? Өң жоқ қой. Түсім бұзылып кеткен сонда білдім. Ағам ауырып жатқанда менің бұл жүрісім қалай? Тіпә, сау тұрсаң болғаны, қазір шайдан соң жүреміз. Мен де ылдиға түсіп ағаңның көңілін сұрап қайтам. Шалды ақтангерге жұмсадым. Жаны жоқ байғұс қалбалақтап қалды. Үйге ертіп келді. Кешегі әдемі зеренге қымыз құйып беріп еді, тамағымнан өтпеді. Шай ішілмеді. Жарбимадан естідім. Ақтәте түнде ауық-ауық тұрып, торсықты аударып шығыпты. Кешегі орнында емес, сәкі үстінде керегеде ілулі тұр екен. Қолын алды, бауын шешіп қымызға салқын ауа жұтқызды. Аузын қайта байлады. Су сүлгіге орап, қоржынға салды. Енді бір күн түнегенде айтулы қымыз болатын еді деді. Әлденеге өкініш білдірді. Алдыға жеткенше аши жатар деп ем. Қарғамай, шайқалып ашыған қымыз шадыр болады. Тыныш жатып ашыған қымыз көнбіс келеді деді. Сөренің төменгі суырмасын ашып, ішінен 4 қырлы әдемі қорап алды. Қораптан алақанның аумағындай жұмыр көзе шықты. Жиде ағашының көзінен шапқан шымқай қызыл ыдыс, күн сәулесіне тисе шоқтай нұрланғалы тұр. Ернеуінде емшектей бұлтиып кішкене көз қалыпты, кәдімгі ағаштың көзі. Көзді шауып тастаса көзенің қасиеті жоғалады. Ұстаның серті осы. Ұстаның ұстасы ғана осылайша жиде жігерінен тозбас, оңбас ыдыс шабады. Соңында аңызға парапар дүние қалдырады. Есіме ен түсті. Ақтәтенің қолында нартай ақын қымыз ішкен көзе бар деуші еді. Сонысы болар деп ойладым. Анықтап сұрауға батылым бармады. Ақтәте әлгі көзені орамалға ұқыптап орап, қоржынның келесі басына салды. Күн көтерілі қос аттылы алдыға жол алдық. Ат тізгіні барынша босады. Сырміне жануарлар жер бауырлай бүлкектеді кеп. Жол бойы Ақтәте қоржынның торсық салған басын көлеңке жағына алып отырды. Түс әлетінде арқар бұлаққа келіп түстік. Ақтәте қоржынын жерге қойды. Торсықты салқын суға бір уақ жатқызды. Сосын бар бауын шешіп қымызға таза ауа жұтқызды. Аузын байлай бастаған. Еміріп отырғанымды көрді. Қарғамай, иіскеп байқаш деді. Сөйтті де торсық ернеуін танауыма тақады. Көзімнен жас шығып кетті. Олжып піскен қауынның
ашқылдым иісі көкірегімді ашып жіберді. Елтіп қалғандай болды. Ернеуінен иіскегенге осындай ішіндегі қымызын ішсем талып түсермін сірә деп ойладым. Ақтәтеме айттым, ол кісі көп бажайлаған жоқ, жалғыз-ақ шолпан туа қымызға қаздың бір түйір сүр майын жұтқыздым деді. Торсықты сулы сүлгіге қайра отырып қоржынға салды. Атқа қондық. Орталыққа кешқұрым қайтқан малмен қосыла кірдік. Көше бойы азан-қазан у-шу ауа кілкіген шаң. Ақтан кеп пысқыра бастады. Тұяға сыртылдаған қой ешкінің соңында бір-бір бала үйірлей бөліп алып, томпылдатып қуып барады. Уақмал ауылға бауырсақтай шашылды. Әлде қайда жетім қозы маңырайды. Күні бойға қапырықтан, қатқыл жусаннан қаталаған байқұстар тыпырлап қорасына жетуге асық. Құдық суына аңқа сауады. Алдымызда есегін қос бүйірден тепкілеп бақташы барады екен. Сәлемдескені сол ма әлде миы ашыған ба, бізді көрді де киіз қалпағын шешті, ішінен тақиясын алып бетін сүртті, басынан бу шықты. Әлде қайдан жетім қозының зары естілді. Ағамның еңсесі биік үлкен дарбазалы үйіне қараған мезетте көз алдым қарауытып жүре берді. Үй алды қара құрым кісілер екен. Аттан ауып түсіп бара жатқанымды ғана білем. Жетім қозы мен екем. Ақтәтем еңіреп тұрып торсық толы қымызды ағамның топырағына төкті. Жылдар өтті. Жақсы ыдыс күн үрді. 30-ға шықтым. Алды көзге суық, көңілге жат, тайғанақ жолды 40-тың қырқасы жатты. 40 дегеннің шаршаған жүректің сүреңсіз, дамылсыз дүрсілін тыңдау, тағы да жастық ауылынан қашықтай түсу, тағы да шаштың сиреуі, тағы да жақсылардың кемуі, тағы да бойдағы күштің сарқыла түсу еді. Тағы да Ақтәтенің қымызын аңсау еді. Қызыл жидеден шапқан, ернеуінде емшектей ғана көзі бар асыл көзі. Кісіліктің, қимастықтың куәсі сол бір ыдыс бұл күнде жеңешемнің сандығында сақтаулы деседі. Соңы. Оқыған Қуат Ахметжан.